йога асанасына тоқталғым келіп отыр. Бұл кімнің бүйрегі ауырып жүрген болса, осы адамдарға жасалған бүйрегімізге иннервация деген бар. Ен деген ішкі нервілерге қан жіберу арқылы біз сол клеткаларды тірілтеміз. Мысалға, бүйрегіңіз семіп қалған болса, немесе тағы да басқа аурулар болса, осы йога асанасын жасау арқылы сіз семіп қалған бүйректі тірілтіп жұмысын жасарта аласыз. Және бұрын жасамаған болсаңыз, бұны бірден қатты немесе ұзақ жасамау керек, жай-жайдан жасап бастаңыздар. Бұл үшін маңдайымызды жерге тигіземіз. Мұрнымызды, аузымызды тигізіп, басымызды көтереміз. Аяқтың ұшын қатты созасыздар. Жерден жоғары қарай көтермейсіздер. Қолыңызды көтеріп, екі жауырынды бір-біріне қарай итересіздер. Сосын деміңізді алмай 30 секунд осылай тұрасыздар. Сол кезде мына бүйрекке қан жіберіп жатырмын деп елестетіп тұрасыздар. Екі бүйрегіңізге жылулықты жіберіп, қан жіберіп жатырмын деп елестету арқылы сол жеріңізге қан жіберіп, сол жерде өліп қалған клеткаларды тірілтіп, бездерге әсер беріп, бездеріңізді семіп бара жатырған, немесе гормондарды дұрыс бөлмей жатқан, және жұмысын дұрыс атқара алмай жатқан бездерді жұмысын жақсы қан жіберу арқылы жақсы жұмысын жасатуға болады. Осылай жасап жатырған кезде екі бүйрегіме қан барып жатыр деп елестетіп, жылулықты қанды жіберіп отырасыздар. Секунд жасап, осылай 30 секунд демалып, қайтадан 30 секунд жасайсыздар, 3 рет қайталасаңыздар болады. Біз жан мен тән сауықтыру орталығында йоганы денсаулық үшін жасаймыз. Денсаулықтарыңызды 100% жасап алу үшін